Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге құрамында желатин жоқ мармеладтарды дайындауды көрсететін боламын. Бұл мармеладтарымыз 10 ғана минутта дайын болады, сондықтан міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің мармеладтарымызды жасау үшін бізге ең алдымен 7 грамм агар-агарымызды ыдысымызға салып, оның үстінен бөлме температурасындағы немесе жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластыру уақыты 1-2 минут. Агар-агардың құрамында ешқандай да зиянды заттар жоқ, өсімдіктен жасалатын табиғи өнім болғандықтан да қорықпай қоса берсеңіздер болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте біз табаны қалың темір ыдысымыздың ішіне осы араластырып алған агар-агарымыз бен суымызды қосып, газ отымызда баяу отта 5 немесе 4 минутқа ғана қайнағанынша күтеміз. Міне біздің агар-агарымыз еріп, езіліп, осындай қалыпқа, қоймалжың қалыпқа түскен кезде біз оның үстінен өзіміздің қалаған натуральный соктарымызды құясыздар. Менде 350 грамм солнечный деп аталатын фирманың вишнядан жасалған соғын қостым. Өздеріңіздің қалаған соктарыңызды қоссаңыздар болады, және жақсылап араластырып 5 минутқа газдың орташа отында қосып, бір рет жақсылап қайнатып араластырып аламыз. Қайнағаннан кейін міндетті түрде бір рет араластырып суытып аламыз да, оның кішкене 5 минут суығаннан кейін өздеріңіздің қалаған формуларыңызға құйып аласыздар. Менде осында кекс пісіретін силиконовый форма, осы силиконовый формуларымызға құйып шығамыз. Бірден қайнаған күйінде құймаңыздар, себебі беттерінде жаңағы шарик қалып қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене аздап суытып алып, барып бірақ қосыңыздар. Енді 15 минутқа холодильнигімізге салып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін міне біздің желатиндеріміз дайын болып шықты. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, және менің осы рецептімен балапандарыңызға жасап беріңіздер.